Сенаттың экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің депутаттары өңді өнеркәсібін дамыту нақты жай-күйі, проблемалары және даму перспективалары тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізді. Негізгі мақсат саладағы дамудың жай-күйі мен үрдістерін айқындау, сондай-ақ өңдеуші секторының дамуына кедергі келтіретін жүйелі проблемалар мен кедергілерді анықтау. Депутаттар бұл салада бірқатар проблема бар екенін атап өтті. Оның ішінде жиын барысында өңдеу өнеркәсібінің инновациялық белсенділік пен оқшаулау деңгейінің төмендігі, индустриялық саясат пен мемлекеттік қолдау тетіктерінің әлсіздігі, уәкілетті мемлекеттік органдар мен кәсіпорындар арасында тығыз байланыстың болмауы туралы айтылды. Осыған орай депутаттар тарапынан өнеркәсіптік саясат туралы заңға түзетулер енгізу ұсынылады. Сонымен қатар сенаторлар дөңгелек үстел отырысының қорытындысы бойынша үкіметке жіберілетін ұсыныстар әзірленетінін атап өтті. Өздеріңіз білетіндей, биылғы мынау 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында мемлекет басшысы осы мәселе жөнінде үлкен көңіл бөліп тапсырмалар берілген болатын. Осыған байланысты біздің комитет биылғы жылы 10-нан астам кездесу өткізді. Ол барлық мынау мемлекеттік органдармен, ассоциациялармен, даму институттарымен және мынау кәсіпорындармен және мынау солтүстік Қазақстан облысы Астана қаласындағы үлкен өнеркәсіп орындарымен танысып өтті. Осыған байланысты көптеген проблемалық мәселелер анықталды. Ол әлі де болса біздің өңірімізде шикізаттың сыртқа тегін шығарылып жатқаны, өңдеу саласында көптеген проблемалар, оның ішінде мынау қаржы жетіспеушілігі, шикізаттың жетіспеушілігі, сондай-ақ мынау жаңғырту деңгейінің өте төмендігі жөнінде мәселелер қозғалды.